Hello dear students, how are you? Сәлем құрметті студент, жағдайыңыз қалай? Бүгін біз керемет сабақ өтеміз, яғни жаңа сөздер, ол сөздер places and buildings деп аталады. Яғни орындарға байланысты, немесе ғимараттарға байланысты жаңа сөзді үйренетін боламыз. Бірінші үйретім келетін сөз castle. Castle дегеніміз ол ағылшын тілінде қамал деген мағынаны береді. Castle. Castle, яғни T оқылмайды бұл жерде. Castle, қамал. Castle, қамал. Келесі үйретім келетін сөз, яғни соңғы кездер коронавирусқа байланысты көптеп біз баратын орын, ол аптека. Chemist, аптека, chemist. Тағы да үш жерде үйрете келетін бір жайт, chemist'тен бөлек, pharmacy дегенде мағынасы бар. Pharmacy, аптека, pharmacy. Және де американдық ағылшын тілінде тағы бір басқаша айтады, drugstore. Drugstore дегеніміз drug деген дәрі, store дегеніміз яғни бір магазин мағынасында. Сонда drugstore десе, яғни ол дәрі сататын жер, аптека деген мағына шығады. Яғни үш сөзді үйрендік, яғни аптекаға байланысты. Біреуі chemist, екінші pharmacy, үшіншісі drugstore. Яғни осы үш сөзді үйрендік. Келесі, яғни бір құлшылық орындарына айтып кететін болсақ, яғни церковьті church дейді. Church, церковь, church, церковь. Шіркеу яғни қазақ тілінде. Және де екіншісі, яғни church деген христиандардың баратын орны, христиан дініне сенетін адамдар, яғни ислам дініне сенетіндердің баратын жеріне мешіт, яғни мешіттің ағылшынша нұсқасы mosque, мешіт, мешіт, mosque. Және де Будда дініне сенетіндердің, яғни баратын храмдарын temple дейді. Temple, храм. Temple. Келесі үйретім келетін сөз, яғни hospital, Одан кейін үйретім келетін сөз, ол базар, яғни ол market, базар. Одан кейін үйретім келетін сөз, музей, museum. Тағы да үйретім келетін сөз, ол railway station, яғни вокзал. Railway station, яғни вокзал, яғни темір жол вокзалы. Келесі үйретім келетін сөз mall, яғни shopping center деп айтуға болады. Яғни mall дегеніміз, яғни меганы mall деуге болады. Мысалы, қазір бізде моллдар көп деп ашылып кетті ғой, мысалы Есентай mall деген сияқты. Яғни ол бір үлкен сауда орындарын айтады, mall. Келесі үйретім келетін сөз supermarket, яғни супермаркет. Келесі үйретім келетін сөз theater дегеніміз, яғни театр. Theater деп айтуға болады, theater. Бірақ американда ағылшында байқасаңыз, theater деп қолданады, яғни театр. Театр. Құрметті үйренушілер, байқасаңыздар, қазір біз ғимараттарды айтып өттік. Енді біздің үйренетін сөздеріміз ол жерлерге байланысты. Bridge дегеніміз ол көпір. Көпірді bridge дейді. Көпір. Келесі үйретім келетін сөз bus station. Яғни ол автобустардың тоқтайтын станциясы. Station деген станция, bus дегеніміз автобус. Яғни bus station, автобустың станция. Яғни бізде сайранды айтуға болады. Келесі үйретім келетін сөз ол river. River дегеніміз ол өзен деген мағынаны береді. Өзен. Келесі үйретім келетін сөз ол кәдімгі жол. Жолды ағылшын тілінде road дейді. Road. Келесі үйретім келетін сөз ол, яғни біздегі алаңдарды айтады ғой, соны square дейді. Алаң. Келесі үйретім келетін сөз, сіздер көбіңіз білулеріңіз керек, яғни ол straight, көше.